Айтбекқызы, Жамбыл атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Менің қазіргі таңда оқытып отырған сыныбым 3-ші сынып. Жаңартылған білім беру аясында осы сыныппен 1-ші сыныптан бастап жұмыс жасап келемін. Саламатсыңдар ма балалар? Жақсы отырамыз. Қазір бізде қай сабақ? Қай бөлімде оқып жатырмыз? Жарайсыңдар балалар. Біздің қазір көңіл күйіміз қандай? Тамаша. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз жануарлардың тіршілік ортасын қалай анықтайды. Бүгін сендер сабақта бір ортаны мекендейтін жануарлардың өзара ұқсастығы мен айырмашылығын білетін боласыңдар. Қазір балалар сабақта бастамас бұрын несілердің жануарлар қайда мекендейді деген ойын ойнатқым келіп отыр. Қазір топтан бір оқушы шығып, бір жануарды жасырады, оны ым-ишарамен көрсетеді. Соны тауып, сол жануардың тіршілігі туралы айтып бересіңдер. Мына топтан бастайық. Тау тобы. Кім тапты? Еркежан тапты. Тұра ғой. Еркежан, ал енді бір тұра. Ол тышқандармен, орман жануарларымен қоректенеді. Тау құстарының жүндері үлпілдек болады, олар тез ұшады. Өте жақсы. Кән бағалап қояйық. Бас бармақпен, кән. Тамаша. Келесі орман тобы. Кім жасырады? Мақпал. Кім табады? Кім тапты? Амина. Қасқыр орманда мекендейді. Ол қоректілерге жатады, ол жануарлармен қоректенеді. Келісесіңдер? Онда бағалап жіберейік кәні. Жақсы. Қазір мен сендерге артығын тап деген ойын ойнаймыз. Мен сендерге мына қима қағазды таратамын. Жұптық жұмыс болады. Жұппен орындаймыз. Жұппен. Артығын сызамыз. Қандай жануарлар бар екен? Кімге бір көз ал. Қандай жануарларды көріп тұрсыңдар? Артығын сызамыз да. Артығын сызамыз да. Қасымыздағы топқа береміз. Сол сендерді бағалайды. Қасымдағы жұпқа бер. Аты жөнімізді жазып па қағазға? Және аты жөнімізді жазып па? Аты жөндерді жазыңдар. Жұп. Жұп жазады. Аты жөндерін жазыңдар. Оны бағдаршам үстіне бағалаймыз, балалар. Бағдаршам үстінен бағалаймыз. Кім сен кімдерді бағалайды? Жақсы, жақсы. Кәні? Бір-бірімізді бағаладық па? Болдық па? Болса, бе қараймыз. Қайсы артық екен? Кім айтады? Қайсы артық екен? Киім неден артық? Суретте тау жануарлары жазылған. Киім ашық теңізді жануарлары. Жақсы. Ал тау жануарлары қандай болады? Кім айтып береді? Тау жануарлары. Сезім. Тау жануарлары қандай болады? Тау жануарлардың жүні өте қалың болады. Қар тәрізді жануарлардың сияқтары қандай болады? жалпақ қозғалысы. Жақсы, өте жақсы. Енді балалар, алдымыздағы қағазға бүгін осы жануарлар туралы не білеміз? Соны жазамыз. Не білеміз жануарлар туралы? Жануарға аңдар туралы білемін. Су жануарларының денесі сүйреніп келеді. Тез жүгіре алатын жануарларды білемін. Жыландар улы болады. Кесірткелер туралы білемін. Бүркіт туралы білемін. Өте жақсы балалар. Сендер жануарлар туралы көп нәрсені біледі екенсіңдер,
осы жануарлар туралы не білгілерің келеді? Қағазға жазамыз тағы. Не білгілерің келеді? Жануарлар жайлы не білгілерің келеді? Не білгің келеді? Не білгіміз келеді? Бұдан басқа да, иә? Қазір бізге келе ғой, қарып отырып. Келе ғой. Қытайдың тіршілік ортасын білгім келеді. Бунақ денелерді білгім келеді. Тау жануарлары туралы білгім келеді. Шөлдегі жануарларды білгім келеді. Омыртқалы, омыртқасыз жануарларды білгім келеді. Өте жақсы балалар. Қазір мен сендерге жануарлар әлемі айдарын көрсетейін балалар. Бәріміз бұнда қарайық. Қашықтыққа секіре алады. Десе де олардан көпшіліктер шыдамдылығы жағынан асып түсетін сияқты. Су серкесі. Міне балалар, біз қазір әртүрлі топтағы жануарлар туралы мәлімет алдық, иә? Әртүрлі топтағы жануарлар өздері тіршілік ететін ортаға бейімделеді екен. Олардың сыртқы түр әлпетіне, тіршілік әрекетіне қарап, біз олардың қайда мекендейтінін анықтай алады екенбіз. Қазір балалар оқулығымыздың 39-шы бетіне қараймыз. Сол беттегі мәтінді қазір мен сіздерге бөліктерге бөліп қойдым. Сол бойынша оқимыз. Талқылы. Ауданымызда бәрімізде мынандай қалташаның ішінде фотосурет бар. Сол фотосуреттерді өзімізге қажетті суретті алып, ақ қағазға жапсырамыз. Оқылғанның бойынша. Ашық кеңістік келе ғой. Ашық кеңістікте қабылан, киік, құм эльфасы, ақ кіз, көрт шыққан жатады. Ашық кеңістікте киік, қабылан олар тез жүгіруге бейімделген. Олар жауларынан қашу үшін не жауларынан жауларына шабуыл жасау үшін қажет. Шөп қалың шетте көрт шыққандар өте көп болады. Қалың шөптерде бунақ денелер көп кездеседі. Өте жақсы. Әні бағалаймыз. Ашық кеңістік тобын бағалаймыз. Көтереміз. Бақтан жақсы баға берділер. Өте жақсы. Енді балалар, дескриптор бойынша бүгін сендер ашық кеңістік, орман, тау, су қоймаларында мекендейтін жануарларды ертеңдер білдіңдер, иә? Одан кейін жануарлардың тіршілік ортасының сипаты бойынша анықтай алатын болдыңдар. Қазір енді сендер осы сабақтан, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Алдындағы қағазға жазамыз. Не үйрендік? Жануарлар. Орманда жануарлар ірі болады. Су қойма жануарлар ажырата алады. Орман жануарларының көбі ағаштарға өрмелей алады. Орман жануарларының көбі ағашқа өрмелей алады. Бір ортаны мекендейтін жануарлардың өзара ұқсастығы мен айырмашылығы үйрендім. Өте жақсы балалар. Өте жақсы. Мұнда Тянь-Шань тауы Азияның орталық бөлігіндегі аса ірі тау жүйесі екен. Батыстан шығысқа қарай 2,5-2500 километрге созылып жатыр. Ені 4
Алтай тауы. Алтай тауы Азия құрлығының орта тұсындағы таулы өлке. Ұзындығы батыстан шығысқа қарай 2000 километрге созылып жатыр екен. Екеуі де биік, екеуі де ең жақсы тау екен. Қазір енді сендердің алдарында бағалау парағы жатыр. Сендер бүгінгі сабақта барлық жетістікке жеттім, сабақты жақсы меңгердім, биік шыңға жеттім деген бала мынау Тянь-Шань тауына жапсырады. Сағын түсінбеген жеріміз болса, ол бала Алтай